Сәлем достар, бүгін Астанада ауа райы осындай. Күн жылы, терезе терлеп тұр. Мен ет асып жатырмын. Мынау сүрет. Сүрет былтырғы соғымның еті, омыртқа, кішігірім омыртқа. Иісі керемет. Ескі кастрюль мамамыздан қалған. Мінекей етіміз пісті, балбырап пісті. Мынау сүрет. Посоленное, посушенное мясо. Мынау былтырғы соғымның еті. Ауылдан беріп жүрген. Міне сорпаны қатты қайнатып жатырмын. Мынадай нан саламын. Мынадай лапша саламын. Так, мынау бір жуа, үлкен жуа. Отправляем. Тұздық жасаймын. Бір жуа. Сорпа құйып жіберемін үстіне. Так, міне етіміз. Нан пісіп жатыр. Мынау тұздық. Сорпа құйдым. Бұрыш салып жібереміз. Жуа жұмсару керек, ашыс кету керек. Так, тұздық дайын. Тұздық дайын. Нан пісті, сөндіреміз. Нан пісті. Манағынан туы салып жердім. Қанша грамм екен білмеймін. Бізге жетеді. Осындай беш бармақ. Қайып жерек бұлай. Дүкеннің наны ғой бұлар, езілмейді. Қанша пісірсең де. Кусочек мяса. Так, қоямыз. Мінекей ет турап болдым мен. Ет турап қойдым. Осы етті бетіне салып жібереміз. Етті мынаны әпкем жейді, әпкем жұмыста. Еттім жейді. Картоп ештеңе қосқан жоқпын, өйткені шамалы ет, мынау кішкентай ғана табақ. Бар балам ұйқыдан тұрғасын екен. Сорпасымен бірге салып жіберейік. Салып жібереміз. Вместе с бульоном. Кішкене құйып жіберейік. Тәтті сорпа ғой. Шамалы тұз қосқанмын. Тұздалған ет қой, сонда да кішкене тұз қосып жібердім. Сүйекті бүйтіп шетіне қоямыз. Мінекей достар, мінекей осындай шағын ғана дәмді беш бармақ. Қазір жейміз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Бәріміз аман болайық. Беш бармағымыз осындай. Сүрет қой. Сүрет өте дәмді. Керемет. Ең оңай да дәмді тағам. Табақтан ауыз тиіп жүрек. Сосын тарелкаға салып жейм ғой. Өте дәмді.
Қолмен жейміз. Керемет.